Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мисс Молли KZ. Достар, бүгін сәуірдің 17-сі менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Бұл видео кімге қызық? Кеттік! Достар, бүгінгі видео бізде карантинде түсіруге қолайлы 10 видео деп аталады. Яғни, ешқандай далаға шықпай, ешкімнің көмегінсіз түсіруге болатын 10 идея айтамын. Яғни, видеоға 10 идея айтамын. Ең бірінші идея, ол идеяны айта кетсем, ол менің сөмкемде не бар деп аталады. Өзіңіздің үйіңізде бар сөмкенің ішіне, өзіңіздің сөмкеңізде не жүретінін салып көрсетсеңіз болады. Ол ең қолайлы идеялардың бірі. Ол жерде кез келген сөмке бола береді. Ешкім сізді сынамайды деп ойлаймын. Ал бізде екінші кеңесім ашегер қағаздары деп аталады. Ол қағаздардың ішіне сіз өз заттарыңызды саласыз, ақ парақпен жасап өзіңіз түсіресіз. Ешқандай қиын емес, сізге ешкім түсіруге көмектеспей қойса да болады. Өзіңіздің де қолыңыздан келеді. Ал келесі менде ол үшінші идея сіздерге арналған мен туралы факт, яғни бір жерге орналасып отырып, өзіңіз туралы факттарды айтсаңыз болады. Ол өте оңай, тек қана өзіңіз туралы шындықты айтасыз. Келесі ол менің отбасым деген видео. Яғни сіз отбасыңызбен түскен суреттеріңізден слайд жасайсыз, және де бірінші өзіңізді таныстырып, сөйлеп, қандай видео екенін айтасыз, одан соң слайдыңызды көрсетесіз. Осылайша бір видео сізде дайын болады. Бізде бесінші идея ол лайфхактарды тексеремін. Яғни сіз үйіңіздегі оқу құралдарыңызбен немесе үйіңіздегі нәрселермен лайфхактарды тексерсеңіз болады. TikTok-тың лайфхактарын оған бола көшеге шығудың қажеті жоқ. Алтыншы идея ол менің бөлмемдегі менің жақсы көретін 10 затым. Өзіңіздің бөлмеңіздегі жақсы көретін 10 затыңызды көрсетесіз. Болғаны сізде бір видео дайын деген сөз. Жетінші идея сіздерге арналған менің күнделігім деген видеоны түсірсеңіздер болады. Сіздің өзіңіздің жеке күнделігіңіздің ішін сәндеп, скраббукинг жасап, оны видеоға түсіріп, YouTubeға салсаңыз болады. Ол көптеген қаралымдарды жинайтын болады. Адамдардың типтері, яғни карантиндегі адамдардың типтері, оқушылардың типтері, мұғалімдердің типтері деген сияқты әртүрлі адамдардың типтерін көрсетсеңіздер болады. Мысалға, кез келген нәрсенің типі болады өзінің. Сіз соны көрсетсеңіз болды. Үйіңіздегі бар заттарға қарай, қай адамның типін сала алатыныңызды көріп, сол адам жайлы салсаңыз болады. Сегізінші идея. Өзіңіздің қолыңыздан не келеді, соны көрсетсеңіз болды. Өлең оқи алсаңыз болады. Немесе еңбектен әртүрлі нәрселерді жасап, YouTube арнаңызға салсаңыз болады. Тоғызыншы бізде идея ол сіз өзіңіздің әшекейлеріңізді немесе косметикаларыңызды көрсетсеңіз болады. Әртүрлі косметикаларыңыз немесе әшекейлеріңіз болса, видеоға түсіріп, оны YouTubeға саласыз. Ол міндетті түрде көп қаралым жинайды. Менде соңғы идея ол 10-шы идея. 10-шы идея ол пранк. Сіз пранкты түсіресіз. Пранк түсірген кезде айтсам, өзіңіздің достарыңызға немесе туысқандарыңызға түсірсеңіз болады. Оны әндер арқылы және де болмаса әріптер арқылы, алфавит арқылы да жасасаңыз болады. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Бұл видео сіздерге көмектеседі деп ойлаймын. Бүгінгі видео ұнаса лайк басыңыздар, подписация етіп, колокольчикті басып кетіңіздер. Егер де менің арнама тіркелген болсаңыз, міндетті түрде колокольчикті басыңыз. Колокольчикті бассаңыз, сіз менің арнамдағы видеоларды жібермей көресіз.